Амансыздар ма, құрметті әлеумет? Сіздердің жоғарыда көргендеріңіз бейнелеу өнерінің бағытына кіретін видеоролик. Оның да негізгі кейіпкерлер 2 жасөспірім бала. Туды желбірете көтеріп, ерсілі қарсылы жүгіріп жүр. Тіпті төбенің үстіне шығып, биікке көтеріп, оңды солды бұлғап тұрған сәттері көрінеді. Бұл видеоролик бейнелеу өнерінің түріндегі бір бағыттарындағы инсталляциялық үлгідегі перформанстық акция ретінде көрсетіліп отыр. Мен өзім суретшімін. Ұстаздық қызметтемін. Және әруақ атты халықтық рухани қозғалыс қоғамдық бірлестіктің қызметінде жетекшілік етемін. Жалпы біздің бүгінгі әңгіме ететін сөзіміз осы жалау дизайнында белгіленген бейнелер туралы, оның мазмұны мен мәні туралы түсінік беру. Балалардың көтеріп жүрген жалауы әруақ қоғамдық бірлестігінің жалауы. Бұл жалауда ақ жалау. Ақ жалауда негізгі орталықта бірден көзге түсетін етіп бейнеленген сурет ол күн басты адамның бейнесі. Яғни денесі адам, ал басқы бөлігі күн кейпінде. Шапағын шашып тұрған, айналаны сәулелендіріп жарық етіп тұрған бұл бейне негізгі ой бағдарын аңғартатын түсінікті көрсетеді. Яғни қазақша айтқанда әруақты адам бейнесі, бүгінгі заманауи үлгіде айтсақ кемел адам келбеті сомдалған бейне десек дұрыс болады деп ойлаймыз. Бұндай бейнеге әр адам, әр семья өз балаларын өздері болмаса талпынып, ұмтылып тырысады деген ойдамыз. Бұл табиғи құбылыс. Саналық қуатқа негізделген табиғи құбылыс. Енді осы біздегі жалауда бейнеленген адам бейнесінің мен басқа онда сол адам бейнесі тұрған жер шарының суреті көрінеді. Ал оның аясында зеңгір аспан, ғарыш
онда жұлдыздар көрінісі мүмкін олар да әруақты кемел адамдар үстіндегі адамдар ма деп түсінсеңіздер, өздеріңіздің қиялдарыңызға мүмкіндік бересіздер деп ойлаймын. Ал төменгі жақ жасыл жазықтығында әруақ деген жазу тұр. Ол кириллица әрпінде жазылған. Оның жоғарғы жағында кемпірқосақ үлгісіндегі түрі түсті бояудағы бейнелер. Яғни ол өмірдің әртүрлі құбылысын, әртүрлі жан иелерін, тіршілігін аңғартатын рәміз деп ұғайық. Ал жалаудың желбіреудің жағында төрт бұрышты ұзынша келген белгілердің ішінде неше түрлі бояулы үлгілер көрінеді. Оның жоғарғы жағында Қазақстан жалауы. Өйткені түсінікті. Бұл қоғам, бұл идея, бұл адамзаттық құндылыққа негізделген бренд Қазақстан жерінен шығып тұр. Ұлы даладан, яғни көшпелі елдер өркениетін мұра болған қазақ елінің рухани болмысын сомдаған ұлы дала табиғатындағы болып жатқан құбылыс деп түсінсеңіздер болады. Болып жатқан рухани құбылыс деп түсінсеңіздер болады. Міне осы негізгі, бұл туындыдағы негізгі идеялық мақсат адамзат баласын рухани құлдықтан құтқару, қорғау. Тек адамзат баласын емес, жан иесінің жанын қорғау, өмір беру деген идея негізінде бірлікке шақырып отырған рәміз белгі. Бұндай құбылыс бүгінгі заман талабынан туындап отырған жай. Өйткені қазақтың бұл брендтік, ең үлкен ұлттық адамзаттық негізделген идеялық құндылығы осы уақытқа дейін көзге ілінбей, қажеттілігін байқатпай келгені анық. Өйткені оған көптеген өзге экспансиялық идеологиялардың бәсекелестік астамшылығы кедергі болды. Яғни біздің Қазақстан жерінде, ұлы далада, қазақ елінде рухани тоқырау жағдайы қалып алды. Елде ұстаз жоқ, ғалым жоқ, дұрыс ұстанымы бар адам қалмады. Яғни қазақ рухани жойылды. Қазақстан елі қалып алды, орын алды. Онда бұндай түсініктер жоқ. Бұндай ұғымды керек етпеді. Сол себептен қазақта сөз бар: уақыт емші, әруақ жөнші деген. Біз осындай қысылтаяң кезеңде өз үлгімізге, өзіміз мұрағат еткен қымбатты құндылығымызға арқа сүйеп, өз өмірді көру әрекетімізді сіздерге айтпақпыз. Яғни бүгін ұлттың, нәсілдің мемлекетаралық күрес емес,
қулық пен ақылдылық арасындағы күрес жүріп жатыр. Құтабандар әрқашанда ақылды адамның сенімін ақтамай, төрге ұмтылып, бүгінгі заман, жаңа заман технологиясының тетігін басқаратын жағдайға жетті. Бұл қулық пен ақылдық айқасы тарихымыздан келе жатқан құбылыс. Ал бүгін шарықтау шегіне жетті. Енді оны айтып, нақты бірлікке адамзат баласын шақырмасақ, рухани бірлікке. Бұл Құтабандар басқарған әлемнің соңы өте қауіпті жағдайға жетейін деп тұр. Сол себептен де оларға жаңа технологияның пультін бермей, мүмкіндігінше өз жолын таптырып, билікке жақындатпай, тәрбие жұмыстарына жақындатпай, белгілі бір шеңберде ұстауға тура кеп тұр оларды. Сол себептен де біз қулық пен ақылдылықтың күресінің болып жатқанын сіздерге айтқымыз келеді. Яғни, ол үшін біз кемелдікке, әруақтыққа, адамдыққа ұмтылуымыз қажет. Тек қана адам ғана кемелдікке жете алады, әруақты бола алады, өліммен күресе алады. Бүгінгінің ақиқаты өлім емес, ол шындық қана. Өліммен күресу бұл ақиқат. Сол себептен құрметті әлеумет, бірігетін кез келді. Әруақ туын жоғары көтеріп, ел болайық, ел, жер, жан иесі тіршілігін сақтайық. Ол біздің болашақ үшін өте қажет. Өмір сүргісі келетін адамдар осы біздің акцияға қолғабыс тигізіп, бірігіп, болашағымызды жөндейік дегім келеді. Яғни, әруақ ұстанымы халықтық рухани қозғалыс ретіндегі ол ұлттық, мемлекеттік, нәсілдік деңгейден жоғары статусы адамзаттық үлгідегі құндылық. Осыны ұлы даланың берген бізге сый ретінде, адамзат баласына құрмет ретінде дүниежүзіне, тіршілік иелеріне жеткізейік деген сезімдеміз. Ал енді бұның терең ілімін қалай әруақтану керек, қалай адам болу керек, құлықты қалай аңғару керек, бұл мәселе жөнінде біз келесі роликтерімізде сөз етпекпіз. Сол себептен құрметті әлеумет, әруақтан жұртым, әруақтан, төнгенде қауіп жан-жақтан, пенделікке бой ұрма, есіңді жиғын сен сақтан, есіңді жиғын сен сақтан деп айтқымыз келеді. Келесі дұрыс күнде жолыққанша аман болыңыздар.